өскемен қаласындағы мектепте кәмелетке толмаған қызбен жыныстық қатынасқа түспек болған екі мұғалім жұмыстан қуылды. Әлеуметтік желілерде қаладағы нөмір 30 мектеп аумағында екі ер адамның кәмелетке толмаған қызбен жыныстық қатынасқа түспек болып жатқан видеосы тарап кетті. Белгілі болғандай, бұл сол білім ордасында жұмыс істейтін мұғалімдер болып шықты. Екеуі де мас күйде болған, ал жасөспірім қыздың кім екені әлі белгісіз. Екі мұғалім мен мектеп күзетшісі қызметінен босатылды. Бейнебақылау камерасының жазбасынан зорлық-зомбылық фактілері байқалмаған. Енді қала мектептеріндегі бақылауды күшейтеміз деді Өскемен қалалық білім бөлімінің басшысы Сәуле Алагузова. Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің мәліметінше, олар жыныстық қатынасқа түсіп үлгермеген. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, ер адамдар ұсақ бұзақылық бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр.